Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Менің арнама қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, сочный, мощный вареньенің рецептін ұсынамын. Олай болса кеттік, менімен бірге жасаңыздар. Осылай өріктің барлығын жуып тазалап, осылай ұзынша етіп турап аламыз да үстіне шекер салып қоямыз. Қанша уақыт қойып қойсаңыздар да болады. Содан соң газге астын жай қойып, осылай қойып қоямыз. Өзі өте әдем болып шығады. Қатты бұрқылдатып қайнатып жіберуге болмайды. Өріктеріңіз езіліп кетуі мүмкін. Сондықтан осылай қайнатып алыңыздар. Осымен вареньеміз дайын болды. Банкіміздің барлығын жуып тазалап төңкеріп қоямыз. Содан соң алып осылай ыстық суға бір шайып аламыз да өрігімізді құйып жауа беретін боламыз. Мен буға бүйтіп банкіні буламаймын. Көріп тұрғандарыңыздай қайнаған суды құйып, осылай бір шайып қойсаңыздар болады. Содан соң осылай құйып аламыз. Өте дәмді варенье шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді. Енді шекерін көз мөлшерде салдым мен бұл жерде. Дәміне қарай өздеріңіз көре жатарсыздар. Тәтті болғанын қаласаңыздар, шекерін көбірек салыңыздар. Осымен банкімізді бұрап жақсылап қатырып жауып аламыз. Крышкамызды ыстық суға салып аламыз. Сонымен осылай видеодағыдай бұрап қатырып жауып аламыз. Міне осы бір банкыма азырақ жетпей қалды. Сонда да жауып тастадым. Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге де тура осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді варенье дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Осымен вареньеміз дайын. Ас болсын.